Қалдарыңыз қалай? Карантинде уақыттарыңызды бос өткізіп жатқан жоқ шығарсыздар деп үміттенемін. Бүгінгі қазір менің өтетін тақырыбым, сіздерге түсіндіретін тақырыбым ол 2020 жылы Инстаграмға қалай жарнама жүйелі кеттік. Өздеріңіз жалпы білесіздер, жарнама жүйелдің екі түрі бар, иә. Инстаграмға біріншісі Инстаграмның өзі предложениясы арқылы продвигать кнопкасын басу арқылы, екіншісі Фейсбукты ADS менеджер арқылы. Мен сіздерге екінші түрін қазір түсіндіремін. Фейсбукпен негізі реклама жіберген өте тиімді. Оның құралдары, целдері, инструменттері өте көп. Фейсбук арқылы реклама жіберген. Бұл себепті қазір мен сіздерге Фейсбук арқылы реклама жіберген адам бастап дейін, яғни новичоктан бастап реклама жібергенге дейінгі полностью бүкіл оқиған ситуациялардың барлығын подвойын кішкене тонкий моменттердің барлығын сіздерге түсіндіретін боламын. Ал енді ендеше кірсек, ол үшін бізге Фейсбуктың өзі керек, және де біздің Инстаграм аккаунтымыз бизнес аккаунт болу керек. Осы екі негізгі условия керек. Бірінші Фейсбукқа кіреміз, және де мұнда кнопканы көріп тұрсыздар ғой. Осы кнопканы басамыз. Мына кнопканы басқаннан кейін управлять рекламой дейді шығады. Сол управлять рекламой деген кнопканы басқанда біз Фейсбуктың ADS менеджеріне, яғни рекламаны басқаруға арналған менеджер кабинетке кіретін боламыз. Міне рекламаның Фейсбуктың ADS менеджеріне кірдік. Енді ары қарай сіздерде осындай окно пайда болады. ADS менеджер дейсіздер. Осы ADS менеджер деген кнопканы басасыздар. Так, міне көріп отырғандарыңыздай біз Фейсбуктың рекламный кабинетінің өзінде тұрмыз. Енді біз осы жерде қазір реклама жіберетін боламыз. Ол үшін бізге создать деген кнопканы басу керек. Бұл біз үшін бізге рекламаны жіберу үшін керек. Міне біз келдік. Мынау бізге компания, мынау группа объявления, мынау рекламамыз. Енді мына жерде біз рекламаны жіберу үшін ең алдымен цель таңдауымыз керек. Ол мақсат. Мұнда бізге реклама бірнеше цельдер берген. Онда сіздерге қазір енді бастап жататын болсаңыз, сізге трафикпен жұмыс жасағаныңыз тиімді болады. Өйткені өзімде де көбінде реклама жібергенде 90% трафикті пайдаланамын. Трафик бұл WhatsApp ссылкаларыңызды қойсаңыздар болады, сайттарыңыз ссылкасын қойсаңыздар болады, даже Инстаграмдарыңыздың өзінің URL адресі ссылкасын қойсаңыздар болады. Және де мұнда генерация лидов деген бар. Бұл кезде сіздер рекламаларыңызды настроить етесіздер. Және де бұл ешқандай активный ссылкалар қоймайсыздар бұнда, тек қана сіздің рекламаңызды көрген адамдар өздерінің номерларын, контактыларын, аты жөндерін қалдырып отырады. Мұнда одан кейін көбінде кішкене продвинутый сайтпен жұмыс жасайтын адамдар көбінде сайттың ссылкасын қойғанда конверсияны пайдаланады. Және мына жерде охваттарыңызды көтеру үшін, мұнда вовлеченность көтеру үшін, мұнда видеоларыңыздың просмотрларын көбейту үшін осындай көптеген цельдер бар. Бірақ біз тереңдемейміз, қиындатпаймыз барлығын. Барлығын оңай және қарапайым түрде істейміз. Сол себепті трафиктен бастаймыз. Ол бізде трафик өте оңай, жеңіл және ең бастысы трафикте нәтиже өте жақсы болады. Так, трафикті біз енді таңдадық. Енді мына жерде өзіміз шатасып кетпеу үшін, қателесіп кетпеу үшін, тек өзіміз үшін мұнда атты өзгертеміз. Мысалға марафонды өзгертейік. Марафон. Енді мына жерде қараңыздар. Создать АБ-тест дейді. Бұнда бұл сплит-тест. Бұл жерде сіздің, егер сізде ақшаңыз жеткілікті болатын болса, рекламаға сплит-тест жасасаңыз болады. Сплит-тест қалай болады? 3-4 күнге бірнеше группа объявленияны Facebook өзі тестировать етеді. Қайсы группа объявления жақсы жұмыс жасайды. Сол жақсы жұмыс жасаған группа объявлениямен сіз ары қарай рекламаңызды жіберетін боласыз. Көбінде бұл қажет жоқ. Егер ақшаңыз көп болатын болса, рекламаға бюджетіңіз көп болатын болса, жасауға болады. Бірақ
әзірше бұл сіздерге кеңес бермей бұны жасауға. Екінші, мұнда оптимизация бюджеті дейді. Бұнда бір компанияға определенный, мысалға 2000 рубль бюджетті қойып қоясыз, и группа объявлениялардың қайсысы жақсы жұмыс жасайды, соған ғана бюджетті бөліп отырады. Бұның да қажет жоқ. Біз ешқайсысын да таңдамаймыз, тек қана продолжить деген кнопканы басамыз. И дальше біз группа объявленияға кірдік. Мына жерде название группы. Өзіңіз үшін тоже шатасып кетпеуіңіз үшін жазып қойсаңыз болады. Міне біз группа объявленияға кірдік. Өзімізге түсінікті болу үшін группаның названиясын номер 1 дедік. Бұл біздің бірінші рекламамыз болады. Бұл себепті. Енді мына жерде қараңыздар. Трафик дегенде сайт деп тұрады. Оған тиіспейсіздер. WhatsApp ссылкаңызды қойсаңыздар да, ештеңе қандай ссылка қойсаңыздар да, ешқандай өзгеріс болмайды. Мына жерде де ешқандай өзгеріс жасамайсыздар. Ал енді мұнда негізгі бізде рекламамыз тиімді өту үшін ең алдымен біз өзіміздің целевой аудиториямыз. Яғни бізден алуы мүмкін адамдарды жақсы білуіміз керек. Өйткені бұл рекламаның тиімді болуына қатты әсер етеді. Енді бізде Facebook өте кең түрде бізге инструменттер, бүкіл мүмкіндіктерді берген. Біз мұнда Қазақстан бойынша жасауымызға, рекламаны жіберуімізге болады. Немесе қалалар бойынша жіберуімізге болады. Мысалға Астананы алайық. Астананы алдық мысалға. Енді қараңыздар. Біз Астананың радиусында 40, даже 80 километрге дейін адамдарға көрсетуімізге болады. Немесе тек қана Астананың өзіне ғана көрсетуімізге болады. Тек Астананың бір қала өзінің территориясына ғана көрсетуімізге болады. Қараңыздар енді. Так. Ол үшін біз мына жерде 71 километр деп тұр ғой. Соны басамыз да только текущий город. Осыны кнопканы басамыз. Енді жас ерекшеліктерін анықтадық. Ал енді келесі бізге керегі детальный таргет. Ол интерес, адамдардың интерес, қандай интерестері бар. Мысалға мендегі адамда, менің целевой аудиториямның интересі ол маркетинг. Мысалға социальный сетьтегі маркетинг. Маркетинг в социальных сетях. Бұл интерестерін таңдадық мысалға. Бір интерес таңдасаңыз, Facebook өзі сол интереске байланысты сіздерге рекомендация беріп отырады. Мысалға онлайн шергеміз. Мысалға продвижение, маркетинг. Бұл тоже интересіме кіреді. Мысалға digital маркетинг, коучинг, Facebook. Оның барлығы менің целевой аудиториямның интерестері. Кез келген таңдап үстіп жасай берсеңіздер болады. Маған пока интернет в социальных сетях, маркетинг в социальных сетях и продвижение, маркетинг осы екеуі де жетеді маған. Енді мына жерде мұнда осындай интересі бар Астана қаласы бойынша 120 мың адам бар екен. И Facebook біздің бюджетімізге байланысты пока 5 мың адамға көрсетеді күннен. Примерно орта есеппен 21-61 клик болу керек. Ол біздің рекламамыздың сапасына байланысты болады. Енді біз осы жерде осы целевой аудиториямызды сақтаймыз. Мұнда ешқандай кнопкаларды баспайсыздар.
мына кнопканы баспайсыздар. Біз міне целевой аудиторияны сохранить дедік. Өзімізге қажетті. Егер де целевой аудитория туралы нақтырақ, жақсы тереңдеп білгілеріңіз келсе, алла қаласа келесі апта осы целевой аудиторияны қалай дұрыс таңдау керек. Егер сіздің бірнеше бизнестерге, бірнеше нишаларға мен тестировать етіп, мысалдар келтіріп кететін боламын алдағы уақытта. Қызықты болып жататын болса, ол видеомды да қараңыздар. Қазір сіздерге примерно қалай целевой аудиторияны таңдау керектігі туралы қысқаша түсіндіріп кетіп жатырмын. Енді келесі біздің рекламамыз енді көрсететін жерлер болу керек. Мұнда автоматты түрде қойғандарыңызды желательно қаламаймын. Өздеріңіз таңдағандарыңыз дұрыс болады. Себебі неге? Неге өздеріңіз дұрыстап таңдауларыңыз керек? Оны мен түсіндіріп айтайын. Жалпы әлеуметтік желіде өзінің статустары бар. Фейсбукта көп продажа 50-50 жасалады. Мен таяқтың екі ұшы бар дейді ғой. Сол себепті өзіме сенімді айтпай қояйын. Фейсбукта продажа мүлде болмайды деп. Продажа болады, бірақ Инстаграмнан қарағанда конверсиясы әлдеқайда төмен. Сол себепті көбінде Фейсбукқа қандай вакансия болатын болса, Фейсбукқа жіберуге болады. Өйткені Фейсбукта көбінде егде жастағы адамдар көбінде отырады, және журналистер, саясаткерлер көбінде Фейсбукта отырады. Ал Инстаграмның аудиториясы жас аудитория. Сол себепті біз Фейсбукты алып тастаймыз рекламадан. Біздің рекламамыз Фейсбукқа көрсетілмейді. Және мессенджерларда тоже конверсия аз болады. Фейсбуктың мессенджерында. Және де Фейсбуктың басқа да игровой, немесе басқа да социальный сеттермен бірлесіп жіберуге болатын рекламаның нелері бар, площадкалар бар. Сол площадкаларды алып тастаймыз. Бізге қазіргі уақытта данный момент керек тек қана Инстаграм. Біз Инстаграмға ғана реклама жіберетін боламыз. Инстаграмда отырған адамдарға ғана реклама жібереміз. Да. Енді бізде тек қана Инстаграм ғана қалды. Енді сіздерге кішкене қысқаша түсіндіріп кетейін. Мұнда біз лентаға жібереміз. Мұнда қызықты егер посттарды көбінде осында жібереді, сонда жібереміз. Және сторис. История. Стористің өзінің форматтары бар. Міне форматтары 9-да 16, ал мұнда лентаның форматы 4-те 5 форматта видеоларыңыз немесе фотоларыңыз болса тамаша болады. Форматқа сәйкес реклама жібергендеріңіз өздеріңізге тиімді болады. Мысалға, егер форматқа сәйкес рекламаны көріп тұрсаңыз, сіздің клиентіңізге де приятный болады ғой. Дәл сол сияқты клиенттерде құрметтеу керек деп ойлаймын. Оларда сапалы зат, сапалы реклама көргендерін олар да қалайды. Енді біз ең қызықты бөлім ол бюджетке керек. Бюджет бізде дневной бюджет деген бар, немесе срокпен қойыңызға болады. Егер сіз рекламаны бір аптаға жіберем десеңіз, бір апталық реклама жіберсеңіз де болады. Мұнда рекламаның уақыты, қашан басталды, қашан аяқталу керек, дәл осылай тұрады. Мысалға, бір аптаға сіз 400 рубльден немесе 200 рубльден көбейтесіз, 200-ді көбейтесіз жетеге, сонда өзінің цифры шығады. Қанша сіз бюджет бөлігіңіз келеді. Ал енді бюджетке тоқталатын болсақ. Сіз қазір рекламаны егер бірінші рет настроить етіп жатсаңыз, сіз дұрыс целевой аудиторияңыз дұрыс білмесеңіз, мен сізге көп бюджет салмай қойыңыз деп кеңес беремін. Неге? Өйткені біріншіден сіз өзіңіз целевой аудиторияңызды дұрыс білмейсіз. Екіншіден енді таргет жіберіп жатсыз. Сол себепті 100 рубльден немесе 200 рубльден бастасаңыз болады. Ал егер өзіңізге сенімді болатын болсаңыз, бұл рекламамен жақсы тамаша кетеді десеңіз, ары қарай 400 рубльден қоя берсеңіз болады. Бірақ 200 рубльден бастаңыз, егер нәтиже жақсы болып жататын болса, онда ешқандай проблема жоқ. Кіресіз, редактировать етесіз да, 200-дің ордан 400 рубль қоясыз, немесе 600 рубль қоясыз, и дальше өзіңіздің рекламаңызды жібере бересіз. Ода ешқандай проблема жоқ одан. Енді мына жерде келесі.
Енді клик по ссылке. Бұл жерде өзіңіз тестировать етіп көріңіз. Қайсысы сізге эффект жақсы болады. Просмотр ма, целевой аудиторияны бірінші зерттеп алғаныңыз дұрыс па, немесе сразу сіздің целевой аудиторияңыз сразу сізге клик басып бірден страницаға өтіп кеткенін қалайсыз ба, немесе сіздің рекламаңыз күніне тек бір-ақ рет көрсетіліп тұрсын ба, оны енді өзіңіздің мақсатыңызға қарай анықтап, болжап білесіз. Енді бұны мен сізге тестировать ет деп кеңес беремін. Бұны тестировать еткен жақсы болады. Біз осымен осы разделді бітірдік, группа объявленияны бітірдік, целевой аудиториямызды таңдадық, бюджеттің барлығын анықтадық. Енді келесі бөлім бізде ол реклама. Үшінші бөлім ол біз рекламаны дайындаймыз. Ол үшін мына жерге өзіңізге түсінікті болу үшін атын жазып қойсаңыз да болады. Жалпы рекламаны жіберу үшін енді бізге Facebook'та өзімізге страница ашуымыз керек. Бизнес-страница ашуымыз керек желательно. Және де біздің Instagram аккаунтымыз бизнес-аккаунт болу керек. Оған қоса Facebook'тағы страница мен Instagram аккаунтымыз екеуі бір-бірімен байланыстыруымыз керек. Екеуін. Егер де сіздерде осыған байланыстыра алмай жатсаңыздар, онда қазір мен төменде өзімнің Instagram'ды жазам. Сол кезде маған дайректке жазыңыздар. Мен Facebook'тағы страница мен Instagram'дағы страница екеуін байланыстыра алмай жатырмын деңіздер. Мен сол кезде сіздерге түсінікті қылып видео разбор жасайтын боламын ол туралы да. Олар әрине сіздердің қалауларыңызға байланысты. Келесі. Енді мына жерге бізде форматқа тоқталайық. Бізде мұнда үш түрлі формат берілген. Біреуі кольцевая галерея, екіншісі тек бір изображение немесе бір видео, және подборка. Мұнда көптеген суреттерді қойсаңыз болады. Мұнда кольцевая галереяны өздеріңіз білесіздер, киім, магазиндерде көбінде рекламаларда шығып тұрады ғой. Товардың количествосы көптеген товарларды егер киімдеріңіз болатын болса, сумкаларыңыз болатын болса, тағы соған байланысты нишаларда товарларыңыз болатын болса, өстіп кольцевая галерея бойынша рекламировать етсеңіздер болады. Бірақ көбінде адамдардың барлығы бір изображение немесе бір видеоны пайдаланады. Бұның эффектісі өте жақсы болады. Және де сіздерге тағы да бір кеңес бергім келеді. Реклама жіберетін болсаңыздар, видео мен реклама жіберуге тырысыңыздар. Өйткені видео мен реклама жіберетін болсаңыздар, сіздерде біріншіден өздеріңіздің клиенттеріңізді отслеживать етіп отыра аласыздар. Мысалы, сіздің клиентіңіз видеоны 3 секунд көрген клиенттеріңізді өзіңізге базаға тіркеп қойыңызға болады. 10 секунд көрген кісілерді базаға тіркеп қойыңызға сізге Facebook мүмкіндік береді, ондай мүмкіндіктер. Оны әрине алдағы уақытта түсіндіретін боламын сіздерге. Ал енді мына жерден қазір мен бір рекламаны көрсететін боламын. Енді соған кірісейік. Бірінші мен қазір жіберетін рекламам ол видео. Видео реклама болады. Давай видео дейміз мына жерден. Мен енді осы жерде осы уақытқа дейін жасаған рекламаларымның түрлері мұнда. Сіздер, егер сіздерде сохранителген жоқ болатын болса, онда загрузить деген кнопканы басасыздар, және де өзіңіздің видеоңызды немесе суретіңізді жүктеп аласыз. Енді мұнда видеоның форматтарына келетін болсақ, суреттің форматтары пиксель дейді. Пиксель 640-тан төмен болмау керек. 640-640. Егер сізде 540 болатын болса, немесе 600 болатын болса, онда 480 болатын болса, мындай. Онда Facebook ол форматты қабылдамайды. Facebook'тың өзінің форматы бар. Сол формат бойынша жұмыс жасаған тиімді. Мен мына видеоны таңдаймын, және де оны қазір қосамын. Міне, менің видеом қосылды. Загрузка жүріп жатыр. Facebook пен Instagram'ды байланыстырдық.
одно изображение немесе видео. Менің таңдаған видео болды. Видеомды жүктедім. Жаңа сіздерге көрсеттім қалай жүктеу керектігін. Мына жерде менің видеом тұр. Менің видеом. Енді маған сіздерге керек енді основной текст. Бұл бізде сатылым әкелетін текст. Сатылым әкелетін текстіңізді өзіңіз осы жерге алдын ала дайындап жазасыз. Оны мен жазып қойдым. Одан кейін мына жерде URL адрес. Мына жерге сіз өзіңіздің сайтыңыз болатын болса, мына жерде егер сізде өзіңізде сайтыңыз болса, сайтыңыздың URL адресін қоюыңызға болады. Егер сайтыңыз болмаса, онда ештеңе етпейді. WhatsApp-ыңызға прямой реклама подробный кнопкасын басқан адам бірден WhatsApp-ыңызға шығатындай қылып істеп қойсаңыз да болады. Ол енді өзіңіздің таңдауыңызға қарай. Одан кейін тағы. Мұнда енді бізден адамдар бұл не екенін білу үшін және оған қалай бару керектігін білу үшін call to action, яғни іс-әрекетке шақыратын кнопка болады. Ол кнопкалар менде әртүрлі кнопкалар бар. Мұнда подробный кнопкасы бар. Ол сіздің өзіңіздің целіңізге байланысты немесе өзіңіздің клиенттер алып қалады деген болжамыңызға байланысты мысалға. Егер сразу бір услуга болатын болса, подать заявку болсын, забронировать. Мысалға, егер вебинар болса, солай жасаңыз. Егер бір нәрсе тегін беретіңіз болсаңыз, скачать етіп алсын. Енді өзіңіздің неңізге қарай, нишаңызға байланысты, өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Енді мына жерде забронировать место, яғни орынды өзіне алу үшін сол кнопканы басатын болады, чтобы ол вебинар екенін бір жағынан адам білу үшін. Мұнда загрузка жүріп жатыр, яғни өңделіп жатыр. Ал біз осымен рекламаны аяқтадық. Қалай реклама жалпы Инстаграмға жіберуге болатын туралы, қандай негізгі білу керек, сіздерге мағлұматтардың барлығын айттым деп ойлаймын. Енді осыны біз бір тексерейік. Рекламамыз қалай кетіп жатыр, қалай кетуі мүмкін. Соны тексерейік. Проверить деген кнопканы басасыздар ол үшін. Міне, марафон. Группа объявления бірінші рекламамыз бұл біздің. Қазақстанға, Астана қаласына жібердік. История. Сторис және лентаға жібердік. Және дневной бюджет 200 рубль. Енді осыны біз подтвердить етеміз. Мұнда біздің трафик, мұнда біздің видео, мұнда біздің сатылым әкелетін текстіміз барлығы жазылған. Подтвердить етеміз. Міне, біз 15 минуттың ішінде Инстаграмға реклама жібердік. Барлық оңай, қиын ештеңесі жоқ. Самое главное, өзіңіздің креативіңіз болса, өзіңіздің нишаңыз, бизнесіңіз туралы сізде информациялар болатын болса, қиын ештеңесі де жоқ. Сіздерге сосын айтатын тағы, дәл осындай әдіспен басқа да мықты таргетологтар, мықты маркетологтар дәл осылай реклама жібереді. Бірақ айырмашылық неде? Брюс Лидің мынандай сөзі бар ғой бір. Мен 10 мың әдісті білетін адамнан қорықпаймын дейді. Мен сол бір әдісті 10 мың рет қайталайтын адамнан қорқамын дейді. Сол себепті біздің рекламамыз қашан сәтті шығады, біздің рекламамыздың нәтижесі қашан жақсы болады. Ол егер біз осы қателіктен қорықпай, әртүрлі рекламаларды дұрыс тестировать етіп, және жүйелі түрде жіберіп отыратын болсақ, онда иншалла Алла қаласа сіздердің рекламаларыңыз өте сәтті болады. Сіздерге сәттілік тілеймін. Жай отырмаңыздар. Егер бизнес идеяларыңыз болса, осылай реклама жіберіп, бір 2000-3000 теңгеге тестировать ете беріңіздер. Егер бизнесіңіз болатын болса, оған бизнес даму үшін әрине клиент керек қой. Ал клиентті қалай табамыз? Клиенттің не табу жолы міне қарапайым түрде. Дұрыс мәтін жазыңыз, әдемі видео немесе баннер жазаңыз, аудиторияны дұрыс біліңіз, 15 минутта таргет жіберіңіз. Болды. Барлығы оңай, қиындатудың қажеті жоқ.
Келесі апта кездескенше, жексенбі күні тағы келесі апта жексенбі күні целевой тойны қалай табу керектігі туралы, таңдау керектігі туралы видео түсіретін боламын. Ол үшін қазір мен инстаграмға тіркеліңіздер, каналға жазылыңыздар, және инстаграмда мен опрос жүргіземін, маған жазылыңыздар, қандай тақырыптарды тағы алдағы уақытта сіздерге разбор жасайын, жасауым керек туралы маған кеңестер беріңіздер. Бірге дамайық. Сау